Мен жеке басым мен өзім не себепті Марғұлан Сейсенбаевты сыйлайтынымды білесіз бе? Мен кім біледі, өзі сен ғана білесің ғой. Өйткені бүгінгі таңда бізде өздері өте пәк боп, кіршіксіз таза, пейілі баладай таза боп көрінетін ағалар жетерлік. Ырза боласың бар ғой. Қасына топ-топ адамдар жинап алады. Бағанағы қоғамдық іс-шараларға араласқысы келеді. Бірақ сол сыйлаймын, құрметтеймін бұл ағаларды. Ренжімес, өздерінің іштері сезіп отқан жер кімді айтып отқанымды. Бірақ осында ел басына бір әр елде бір қиын күн болады ғой. Қаза болады, біреудің жаназасын шығарады. Сол кезде үнсіз қалады ғой ана жарықтықтар. Инстаграмға бір пост салуға жарамайды. Сіз сондай дүниелерді қалт жібермейсіз. Яғни өзіңізге оқып берейін. Осы бірер күн бұрын болған оқиға Дулат Ағаділдің өліміне байланысты былай деп айттыңыз. Бұл деген орны толмас қаза. 6 баланың әкесі, келіншегінің сүйікті жары, қазақ халқының нағыз азаматы. Қош бол, Дулатжан. Дәл сол жерде оның өліміне байланысты өз көзқарасыңызды білдірдіңіз. Шыны керек. Қарау керек, зерттеу керек, не себепті екенін деген сияқты. Сізден басқа бір кәсіпкер азаматтар өйтіп қабырғасы қайысқан жоқ. Мен енді ол дұрыс па білмеймін. Өзіңізден сұрағым келіп отыр. Бұл басқа егер жай өлім болғанда, оғанда әрине жаным ашып мен көңілін айтар едім. Бірақ Дулат Ағаділ ол белсенді, қоғамдық белсенді. Өткен жылдың жарты жылында 50 сөткіде отырып шыққан адам. Ол біз бен сіз үшін абақтыда отырған адам. Біз бен сіз үшін зардап шегіп жүрген адам. Сондықтан ондай адамдардың құрметті мәртебесі ерекше болу керек, менің ойымша. Ондай адамдар ерекше адамдар. Мен өзім қатты құрметтейтін адамдар, сондықтан әрине бұндай жағдайда мен тыныш отыра алмадым. Ал енді қалған адамдарды айтпай қойын, ол әр адам біреу қорқады, біреу қорықпайды, біреу ұмытып кетті, біреу көрмеді. Енді әр адамның ішіне кіріп шықпайсың ғой, мен тек қана өз-өзіме жауап беретін адаммын ғой. Керемет. Жалпы сол Дулаттың өліміне байланысты сіз мынандай бір сөз айтып қалдыңыз. 37-ші жылдардағындай тарих қайталанып, үстің бетінде қаймақтарымыз біртіндеп өліп кетуі мүмкін. Бұндай дүниенің алдын алмаса дедіңіз. Яғни құзырлы. Иә, мен мына жалпы саяси жүйені талдағанда өзім ойлаймын да, бастапқы кезде бастан халқымыз белсенді болмай, немқұрайлықпен, сол селқостықпен бұндай жағдайларға назар аудармаса, онда билік одан сайын кете береді. Біз асқындырып береміз бұл нәрсені. 37-ші жылға біз тез жетіп қалуымыз әбден мүмкін. Өйткені мынандай мысалы Дулат Ағаділ сияқты нәрселерді, мынандай митингілерді қудағалауды біз 90-ші жылдарды ондай біздің жаман түсімізге кірмеген нәрсе. Мысалы, мына кеңес үкіметі құлағаннан кейін біздің бар арманымыз ойбай, бағымыз ашылды-ау, тәуелсіздікке жеттік-ау, міне қазақ енді еркін халық болады-ау деген сондай үмітпен, сондай арманмен жүрген адамыз, міне 2000 жылдан асқаннан бері міне қайтадан кеңес заманынан одан сайын кетіп баратырмыз, кері қарай кетіп баратырмыз. Ал енді қазір жалпы дүниені алатын болсақ, әлемдік ахуалды алатын болсақ, барлық елдерді қарап отырсаң, мен кәдімгі көзім қызығады, олардың істеп жатқан, шешіп жатқан проблемаларының деңгейі мүлдем басқа, олар келешекті ойлап жүрген халықтар. Ал біз әлі мынау 37-ші жылдың салдарымен күресіп жүрміз, мынау кеңестік заманның психологиясымен күресіп жүрміз, санасымен. Ол сондай нелер қатты мені өзімді қынжылтады, мен ойлаймын, біз алға ұмтылудың орнына біз кері қарай кетіп баратырмыз. Сондықтан өз үлесімді қосып жүргенім. Жалпы аға қалай ойлайсыз? Дулат Ағаділ сияқты азаматтарды мысалға. Бұндай азаматтар шықпайды емес, шығады ғой ертеңде. Бұндай қателік қайталанбау үшін билік не істеу керек? Енді көп адамдар осы өзгерісті өздің мына билікпен үміт қылады. Менің ойымша мәселе билікте емес, мәселе халықта. Халықтың белсенділігінде. Егер халық белсенді болып, өзінің құқысын қорғап, біреудің құқысы бұзылып жатса, соған болысып,
жаңағы өзінің батырларын жаңағы қорғай алатын жағдайға келсе, онда билік ешқайда кетпейді, билікті өзгереді. Өйткені билікті ана халықтың несіне, көңіліне қарайды ғой. Ал егер халық өзінің батырларын қорғай алмай жатса, немқұрайлықпен қарап отырса, бұндай нелерге бейтарап болып тұрса, онда әрине билікті ойлайды, біздің қолымызды байлап тұрған халық жоқ, ойларына істейтін нәрсені істейді. Ондай бізге ондай керек жоқ. Бізге демократиялық билік керек. Ал демократия дегеніміз не? Қараңызшы, біздің санамыз жалпы, біздің ұлтымыздың санасы, мен бұлай салыстырып келетін болсам, тауықтың санасы сияқты. Мысалы, біз тауықты 42 күн ұстаймыз да, 42 күннен кейін соямыз. Бірақ осы 42 күннің ішінде біз сол тауықтың үсті-үстіне түсеміз. Оған суын береміз, тамағын береміз, оның ауасын тексереміз, оны жылы ма екен, жылы емес пе екен, ылғалдығын бәрін тексереміз. Сонда тауық ойлайды, мынау адамнан артық маған дос жоқ екен деп ойлайды. Сосын ол тауық біздің жаман пиғылымызды білмейді ғой. 42 күн өткеннен кейін біз аламыз да соямыз да қоямыз. Бірақ біз уже ана жерге союға әкелгенде ол ойлануға, әрекет жасауға мүмкіндік болмайды, мүмкіндік ол тауықтың. Сондықтан біз байқасаңыз, біздің санамыз әлі тауықтың санасы сияқты. Біз ылғи жақсы патша іздейміз. Жақсы патша, оның мінезіне қараймыз, мына адам жақсы екен, бұның мінезі, адами қасиеттер жақсы екен деп сөйтіп ойлаймыз. Бұл ең үлкен қателік. Біз жақсы жүйе орналастыру жөнінде ойлауымыз керек. Мына демократиялық жүйе деген не? Демократия дегеніміз ол арнайы мемлекет басқару тәсілі, қоғамның ойлап тапқан сондай тәсілі. Демократия не істейді? Ол адамның жаман пиғылынан сақтап қалатын жүйе. Мына демократия кезінде әр адам қандай әдемі, жақсы сөйлейтін, шешен адам болғанмен билікке келгенде әр адам бұзылады. Кез келген адам бұзылады. Біз соны қағида ретінде, ереже ретінде ойымызда ұстауымыз керек. Мынау немізде жадымызда ұстап жүруіміз керек. Сіз де барсаңыз бұзылуыңыз мүмкін. Бәрі бұзылады. Бәрі бұзылады. Ешқандай одан ерекшелік болмайды. Біз қағида ретінде, әрине анда-санда ерекшеліктер болып қалады. Анда-санда мына Ли Куан Ю сияқты келіп, ол диктатор ғой, Сингапурда келіп, бірақ ол дұрыс реформалар жасады. Ондай болады. Бірақ қоғам ондай болады деп ондайды күтпеу керек. Қоғам бірден сенімсіздік көрсету керек. Бірден айту керек. Қандай адам келсе де, ол бұзылады билікке келсе. Сондықтан дұрыс жүйе жасау керек. Дұрыс жүйе дегеніміз, мына демократиялық жүйе, ол адамның жаман пиғылдарын, жаман әдеттер немесе қылықтарын сыртқа шығарып тоқтататын сондай жүйе. Ал енді оның ішіне не кіреді? 3 нәрсе. Соттың тәуелсіздігі, заң орнатушы органдардың тәуелсіздігі, атқарушы органның тәуелсіздігі. Осы 3 нәрсе. Сонда үшеуі тәуелсіз болса, мынау дұрыс бірдеңе істемесе, мына сот орнына келтіреді. Мынау дұрыс істемесе, онда мынау парламент пен сот оны дұрыс орнына келтіреді. Сөйтіп келтіретін бір-біріне қарамайшы қойып қоятын 3 тармақ болу керек. Бұл күнге қашан жетеміз біз, сіздің ойыңызша? Ал енді бұл күнге жету үшін бірінші халықтың санасы өсу керек бірінші. Осы нәрселердің бәрін түсіне бастау керек. Мысалы, бізде халықтың сана сезімі былай ғой қазір. Мына билікті құрту керек, сосын оның орнына кім бар, қандай жақсы адам бар деп басқа патша іздейді. Ол дұрыс емес. Жүйені өзгерту керек. Түгел, жүйені өзгерткенде мынаны құрту емес. Жоқ, жаңа демократиялық принциппен істейтін жүйе орнатуымыз керек.